Математика пәні 4-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы үштаңбал сандарды ауызша қосу және азайту. Күн райының адам өміріне әсері. Балалар, сендер бұл сабақта үштаңбал сандарды қосуды және азайтуды үйренесіңдер. Бірінші есеп. Мына сандардың моделін жаса. Жүздіктерді, ондықтарды және бірліктерді қандай да бір заттармен, фигуралармен белгіле. Осы сандар туралы айтып бер. Балалар, бізге 3 сан берілген: 100, 220, 324. Енді осы сандарды біз фигуралармен белгілеп көрейік. 100 бір үшбұрыш қылып белгіледік. Жүздік, 220. 2 үшбұрыш, 2 шаршы, яғни 3 үшбұрыш жүздік, шаршы ондық. 324. 3 үшбұрыш, 2 шаршы 4 дөңгелек, яғни 324. Енді қараймыз. Бірінші есептің екіншісі. Сан сәулесінен жиындар шешімін көрсет. Осы жиыннан 5 сандата дейді. X кем 100-ден, X артық 220-дан, 324 артық X-тан. Қараңдар, 3 сандық сәуле сызамыз және X кем 100-ден белгілейміз. Сандық сәуледен 100 санын белгілеп, 100-ден кем сандарды қиғаштап сызамыз. X кем 100-ден, ендеше X 10-ға, 20-ға, 40-ға, 70-ке, 90-ға тең болуы мүмкін. Екінші сандық сәулені сызамыздағыны X артық 220-дан дейді. Ендеше сандық сәуледен 220 санын тауып, оны белгілейміз да, X-тің қандай сандар болуы мүмкін, 250, 250, 300, 400, 500, 700 сандар болуы мүмкін. Яғни 220-дан артық сандарды қиғаштап шығамыз. Үшінші сандық сәуледе 324 артық X-тан дейді. Сандық сәуледен 324 санын тауып, белгілеп, 324-тен кем сандарды X қиғаш сызықпен белгілеп шығамыз. Яғни, бұл жерде 324 артық X-тан деген жағдайда X қай сандар болуы мүмкін? 320, 240, 200, 180, 100 сандары болуы мүмкін. Екінші есеп, балалар. 678 қосылған 2 тең 670 қосылған жақшаның ішіне 8 қосылған 2. Балалар, 678 санында біз бірлікті жақшаның сыртына шығардық. 670 қосылған жақшаның ішіне 8 қосылған 2. Яғни 670-ке 10-ды қоссақ 680. 791 қосылған 9. Бұл жерде де 790 деп аламыз да, бірді жақшаның ішіне 9-бен қосамыз. 790-ға 10-ды қоссақ 800. 992 қосылған 8. Бұл жерде де 992-нің бірлігі 2, 2-ні 8-ге қосамыз. Бірлікті бірлікке қосамыз ғой. Ендеше 990-ға 10-ды қоссақ болады. 680 азайтылған 2. Балалар, қараймыз. 680-ді біз 670 қосылған 10 деп алайық. 670 сыртқа шығарамыз жақшаның сыртына және 10-нан 2-ні азайтамыз. Яғни бізде 670-ке 8-ді қоссақ 678 шығады. 800 азайтылған 9. Біз 800-ді 790 деп аламыз. 790 қосылған 10 деп аламыз. Ендеше 10-нан 9-ды азайтамыз. 790-ға 1-ді қоссақ 791. 1000 азайтылған 8. 1000-ды 990 қосылған 1 дейміз да, жақшаның ішінде 10-нан 8 азайтамыз. Яғни 990 2-ге тең болады. Келесі есеп, балалар, қараймыз. Үшінші есеп. Есепте дейді. 576 қосылған 4 580, 593 қосылған 7 тең 600, 3 қосылған 547 550, 7 қосылған 123 тең 130. Яғни бұл жерде бірліктерін қосып шығара береміз. Бірлікті бірлікке қосып шығарамыз. 872 қосылған 8 880, 986 қосылған 4 тең 990, 4 қосылған 806 тең 810, 2 қосылған 288 290. 1000 азайтылған 7 тең 993, 790 азайтылған 6 784, 800 азайтылған 7
900 азайтылған 2 898, 780 азайтылған 9 тең 771, 900 азайтылған 7 тең 893, 300 азайтылған 6 тең 294, 500 азайтылған 4 тең 496. Яғни 3 таңбалы сандарға қостық, 3 таңбалы сандардан азайтты. Келесі ә нұсқасы. 567 қосылған 3, 570, 439 қосылған 1, 440, 560 азайтылған 9, 551, 2 қосылған 678 тең 680, 6 қосылған 324 тең 330, 900 азайтылған 7 тең 893, 77 қосылған 3 тең 777 қосылған 3 780, 888 қосылған 2 890, 500 азайтылған 6 тең 494, 400 азайтылған 9 тең 391, 670 азайтылған 5 тең 665, 650 азайтылған 8 тең 342. Балар, бұл жерде де 3 таңбалы сандарды қостық, 1 таңбалы сандарға және 3 таңбалы сандардан 1 таңбалы сандарды азайттық. 4-ші есепке қараймыз. Есептеу тәсілін түсіндір дейді. Балар, қараңдар, 468-ге 7-ні қосыңдар дейді. Біз 468 қосылған 2 қосылған 5 дейміз, е? Қараймыз. 468 қосылған 7. Біз 7-ні 2 және 5 деп жіктеп аламыз. Яғни 468-ге бізге ондық шығару үшін 2-ге жіктедік. Және жақшаның ішіне алдық. 468 қосылған 2 қосылған 5. Осылайша 470 қосылған 5 болады. Мәні 475 болады. Енді 302 азайтылған 9 тең 302 азайтылған 2 азайтылған 7 дейміз. Ендеше бізде бірлікте 2 тұр ғой. Ендеше 9-ды 2 және 7 деп жіктейміз. Осылайша 300-ден 7-ні азайтамыз. 293 болады. 622 азайтылған 6. 622 азайтылған 6. Енді бірлікте 2 болып тұр ғой. Ендеше біз 6-ны 2 және 4 деп жіктейміз. Осылайша 620 азайтылған 4, 616 болады. 876 қосылған 8. Яғни біз 8-ді 4 деп жіктейміз да. Жақшаның ішіне 876-ға 4-ті қосамыз. Жақшаның ішіне екінші 4-ті қосамыз. Сөйтіп 880 қосылған 4, 884 шығады. Балар, 5-ші есеп, есепті шығар, кері есептер құрастыр. Тәжірибелі метеоролог 1 жылда 240 болжам, ал көмекшісі одан 115-ке кем болжам жасады. Олар жыл бойы бірге қанша болжам жасады? Қараймыз, балар. Мәселе алдымен біз шартын жазайық. Тәжірибелі метеоролог 1 жылда 240 болжам жасады. Ал оның көмекшісі белгісіз, бірақ 115-ке кем. Барлығы неше? Балар, қарандар. 115-ке кем деп тұр ғой. Ендеше 240-тан 115-ті азайтайық. 125 болжам. Бұл көмекшісінің болжамы, жасаған болжамы. Енді барлығы десе, біз не істейміз? Тәжірибелі метеоролог жасаған болжаммен көмекшісі жасаған болжамды қосамыз. 240-қа 125-ті қоссақ 365 болжам болады. Яғни бұл барлық болжам саны. Бұл есепті біз өрнек түрінде жазсақ та болады. 240 қосылған жақшаның ішіне 240 азайтылған 115 тең 365 болжам. Жауабы, олар 1 жыл бойы бірге 365 болжам жасады. Балар, қараңдаршы, кері есеп құрастыр дейді. Ендеше кері есебінде былай қарастырамыз. Тәжірибелі метеоролог белгісіз болжам, бірақ ол 115-ке артық. Көмекшісіне қарағанда, көмекшісі 125 болжам жасады. Және барлығы неше болжам? Ендеше артық десе, ендеше біз 125-ке 115-ті қосамыз. 115-ке артық дейді. Бұл тәжірибелі метеоролог жасаған болжам. 240 болжам. Енді барлығы десе, бізде көмекшісі 125 болжам жасады, тәжірибелі метеоролог 240 болжам жасады, барлығы 365 болжам болды. Бұны өрнек түрінде жазсақ та болады. 125 қосылған, жақшаның ішінде 125 қосылған 115. Яғни барлығы 365 болжам. Жауабы,
Олар жыл бойы бірге 365 болжам жасады. 6-шы есеп. Бірінші мысалдарды шығар, олардың жауабын пайдаланып, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап дейді. Қараймыз, балалар. Бірінші мысалдарды шығарайық. Бізде 3 баған берілген екен, 3 бағаның бірінші мысалдарын шығарыңдар дейді. Және осыған қарап, олардың жауабын пайдалана отыра, келесі мысалдардың жауабын жылдам тап дейді. Енді жақшаның ішінде 650 қосылған 40, азайтылған 390, иә? Қараңдар, 650 қосылған 40 бізде 690. Азайтылған 390 тең 300 болады. Енді мына бірінші бағандағы сандарға мұқият қарайықшы. Азайту 390, азайту 390, азайту 390. Қосу 40, қосу 40, қосу 40. 300, 650, 660, 670. Яғни тек қана қосылғыштары 10-ға артық болды. Ендеше біз мынау жаңағыда шартында айтылғандай, біріншінің жауабын пайдаланып, жылдам шығару үшін біз тек қана 10-ды қосып отырдық. 300-ге 10-ды қосамыз, 320, 300-ге 20-ны қосамыз, 320. Осылайша мына екі бағанды да шығарып аламыз. 560 азайтылған 100 қосылған 60. Яғни 560-тан 160 азайтсақ 400. Енді мынаны қараңызшы. 60, 40, 20, 100, 100, 100, 560, 560, 560. Яғни не істеп отырды? 20-ға көбейіп отыр. 20, 40, 60. Енді бізде 400, мәні 400. Ендеше біз не істейміз? 20-ны қосамыз. 420 болды. 400-ге 40 қосамыз. 440 болды. Үшінші бағанды да дәл солай орындаймыз. 810 қосылған 90, азайтылған 100. 900 азайтылған 100, 800. Мәні 800 болды. Біріншісінің жауабына қараймыз дағы. Қараңдар. 810, 810, 810, 90, 60, 30, 100, 100, 100. Азайту, қосу, иә? Ендеше, қалай 30-ға көбейіп отырды. 30, 30, 30. Немесе кеміп отырды. Енді біз осы 800-ден 30-ды азайтамыз. 770 болады. Және осы 800-ден 60-ды азайтамыз. 230 болады сонда. 740 болады. Бұл есепті осылай тез әрі жылдам шығардық. Келесі, балалар күн райын бір апта бойы бақылады. Кестеге қарап, сұрақтарға жауап бер дейді. Қараймыз. Жаңбыр және жел күндер және апта күндері берілген. Енді осыған қарай, жел болған күндерді атап шығыңдар, жаңбыр жауған күндерді атап шығыңдар, және жаңбырда желде болмаған күндерді атап шығамыз. Жел болған күндер бізде қараймыз. Сейсенбі, сәрсенбі, сейсенбі, сенбі. Жел болған күндер сейсенбі және сенбі. Екі-ақ күн жел болған екен. Жаңбыр жаумаған күндер сейсенбі, сәрсенбі, жұма, сенбі, жексенбі. Ал жаңбырда желде болмаған күндер сәрсенбі, жұма, жексенбі күндер. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмау үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.